Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Экологиялық мониторинг деректерінің негізінде жұмыс орнында ережелер мен нормаларға сәйкестігін орындау модулі бойынша табиғатты пайдаланудың экономикалық негіздері пәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоршаған ортаны қорғауды ынталандырудың экономикалық механизмі. Экономиканы экологияландыру және дамудың тұрақтылығына жетудің маңызды мәселесі экологиялық бағыттағы дамудың механизмін қалыптастыру. Оның басты бағыты табиғат пайдаланудың ұтымды механизмін жетілдіру. Алғаш аталған механизмнің жалпы экономикалық жүйеден алатын орнын макроэкономикалық тұрғыдан қарастырып көрейік. Соған сәйкес табиғат пайдалану механизмін жетілдіру бағыттары айқындалады. Осындай көзқарас шеңберінде экономиканың секторлары мен салаларын қамтуы бойынша экономикалық механизмнің екі түрін ажыратуға болады. Бірінші, жалпы экономика шеңберіндегі механизм мен тетіктер. Екінші, табиғатты қорғаумен және пайдаланумен байланысты, яғни табиғат пайдаланудың экономикалық механизмі. Табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмі экономика кешендерінің, салаларының және жалпы экономиканың мақсатына қызмет етуі тиіс. Мақсатқа сәйкес экономикалық механизм жетілдіріледі. Экономикалық механизм қалыптастыруда экологиялық мақсаттар да маңызды рөл атқарады. Жалпы экономикалық механизм экологияға тиімді немесе жағымсыз болуы мүмкін. Оның қарапайым мысалы ретінде экстенсивті немесе интенсивті дамуды алуға болады. Алғашқы жағдайда табиғатты пайдалану механизмі сәл ғана экологиялық шектеулер қояды. Екінші жағдайда табиғатты пайдалану экономикалық механизмі ынталандырушы қызмет атқарады. Өндіріс салалары мен кешендерін табиғи заңдылықтарға бейімдеп, экологиялық зияндарды азайтады. Табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмнің әсерінің үш түрін атауға болады. Бірінші, ырықсыз механизм. Кейде оны жұмсақ, орнын толтырушы деп те атайды. Экологиялық тұрғыдан ымырашыл. Ол экономиканың дамуын тежемей, тек жалпы экологиялық шектеулер қояды. Негізінен теріс экологиялық салдардың орнын толтыруды көздейді. Экономиканың даму қарқына, масштабына әсер етпейді. Табиғатты пайдалану механизмінің бұл түрі экономиканың техногендік даму түріне тән. Ол экологиялық әсерлердің себептерін емес, салдарын жоюға бағытталған. Екінші, табиғатты қорғаушы және экологиялық теңдестікті өндірістерді, әрекеттерді ынталандырушы. Мұнда нарықтық реттеулер басты рөл атқарады. Ол жаңа ресурс үнемдеуші, аз қалдықты технологиялар қолдануға мүмкіндік туғызады. Мұндай механизмнің мысалы ретінде ауыл шаруашылығының экологиялық бағытта дамуын қарастыруға болады. Ал экономикалық механизмнің үшінші түрін қатаң, басушы деп сипаттауға болады. Бұл механизм әкімшілік және нарықтық әдістермен қатар қатаң құқықтық, салық, несие, айыппұл, төлемдер саясатын қолдану арқылы табиғатқа жағымсыз әсер ететін өндірістер мен кешендердің дамуын тежейді. Табиғат ресурстарын үнемдеп пайдалануға, табиғатты қорғауға ықпал етеді. Экономикалық механизмнің бұл түріне күшті тұрақтылық тән. Экономиканың даму негізі үш факторға байланысты болады. Ол факторларды атап өтсек, еңбек ресурстары, еңбек құралдары, табиғат ресурстары. Осы үш факторлардың дамуының өзіндік ерекшеліктері бар. Еңбек ресурстары халықтың санына, құрамына, жасының ұзақтығына, оның ішінде еңбекке қабілетті жасына, кәсіби мамандығына, біліміне және тағы басқаларға байланысты болса, еңбек құралдарының дамуы ғылыми техникалық жетістіктерге, өндіргіш күштердің дамуына, олардың тиімді орналастыруына, пайдалануына тәуелді болады. Ал табиғат ресурстары адамдарға тәуелсіз қалыптасқан, бірақ оларды пайдалану экологиялық жағдайларға байланысты. Қазіргі табиғатты пайдалану экономикасының механизмінің тетіктері деп келесілерді қарастыруға болады. Табиғатты пайдалану тиімділігін арттыру экономикалық тетіктер жүйесі, табиғатты қорғау шараларын қаржыландыру жүйесі, ақылы табиғатты пайдалану, алғашқы және қайтарымды ресурстарға экологиялық факторларды ескеріп, баға белгілеу, табиғат ресурстарының базасын құру, экологиялық қауіпсіздендіру және сақтандыру,
жобаларды экологиялық сұрыптау, табиғатты пайдалануға рұқсат беру тәртіптерін жетілдіру, мемлекеттік аймақтық экологиялық бағдарламаларды жүзеге асыру механизмін жасау. Аталған экономикалық тетіктер бір-бірімен байланысты, үйлесімді, бір мақсатқа қызмет етуі тиіс. Табиғатты пайдалану экономикалық механизмі нарықтық сипатта болады, бірақ табиғат қорғау негізгі параметрлерін, олар нормалар, төлемдер және тағы басқаларын мемлекет белгілейді. Құрметті студенттер, Платонус платформасына салынған тапсырмаларды орындап, кері байланыс ретінде оқытушыға тексеруге жіберулеріңізді сұраймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.